Сәлем достар, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай тауық етінен жасалатын өте дәмді болып шығатын цезарь салатының ең оңай рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға пекин капустасын жуып тазалап алып, осылай қолдың көмегімен жұмсақ жерлерін бөліп шығатын боламыз. Қатты жерін қолданбаймыз. Және де салатный лист қолдансаңыздар болады. Әдемі түс беру үшін 2-3 данасын оны да осылай турап қосамыз. Оның үстінен жарты сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Шым-шым тұз қосамыз, татымына қарай майонез қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тез дайын болатын өте дәмді салаттардың бірі көпшілігінің сүйікті салаттары. Осылай жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Үстінен аскөкті осылай майдалап қоссаңыздар болады, әдемі рең беру үшін. Тағы да жақсылап араластырып аламыз, және де бір шетке қойып қоямыз. Келесі кезекте тауық етін дайындап алатын боламыз. Ол үшін тауықтың төс етін алып, осылай пышақтың көмегімен жіңішке етіп турап аламыз, өзімізге керек мөлшерде. Достар, менің арнамнан көптеген оңай жасалатын, сәтті шығатын рецептерді таба аласыздар. Апта сайын жаңа рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Осылай жұқалап дайындап алдық. Енді табамызды қыздырып, үстіне май құйып, осы тауық еттерін салып шығамыз қызып тұрған майымызға. Орташа отта қуыратын боламыз. Татымына қарай тұз бұрыш себеміз, үстінен жақсылап қозғаймыз. Біраз қуырылғаннан соң үстінен су немесе бульонды құйып, тағы да 1-2 минутқа қалдырамыз. Су тартылған соң келесі бетіне аударып, тағы да 1-2 минут ұстаймыз. Сонымен біздің тауықтарымыз піседі, дайын болады. Егер сіздер көп көлемде дайындайтын болсаңыздар, пеште пісіріп алсаңыздар да болады. Бұл 1-2 порцияға арналған цезарь салатының рецебі. Енді дайын болған салатымызды тәрелкемізге салып аламыз ортаңғы бөлігіне. Келесі кезекте кептірілген нан, яғни сухариларымызды бетіне сеуіп шығамыз. Үстіне жақсылап орналастырып қойып шығамыз. Келесі кезекте чили помидорды ортасынан бөліп, осылай 2-3 данасын қойып шықсаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Жаңағы пісіріп алған тауық еттерімізді де жанына қойып шығамыз. Өте дәмді, 5 минутта дайын болатын салат. Келесі кезекте піскен жұмыртқамызды, яғни қайнатылған жұмыртқаларымызды қойып шығамыз. Бұл салатқа өдененің жұмыртқаларын пайдалансаңыздар әдемі көрінеді. Кәдімгі жұмыртқа болса, осылай бөліктерге бөліп қойып шықсаңыздар да болады. Ең соңынан салатымыздың бетіне үккіштен майда көзінен ірімшігімізді өткізіп, сеуіп шығамыз бетіне. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.